Армысыздар, құрметті пайдаланушылар. Айқап журналы 20 ғасыр басындағы қазақ зиялыларының ұлт үшін атқарған ұлы еңбектерінің куәсі. Журнал 1911 жылдың қаңтары мен 1915 жылдың қыркүйек аралығында Троицк қаласының кейде айына бір рет, кейде 2 рет шығып тұрған қазақтың алғашқы қоғамдық, саяси және әдеби-мәдени журналы. Онда бас мақалалар, шетелдік хабарлар, мұсылмандар өмірінің мәселелері, хроника, фельетондар мен өлеңдер, библиография және ғылыми мақалалар, аралас дүниелер және редакцияға хаттар басылып шығарған. Кейбір жарияланымдарда журнал атауы айна деген сөздерінен шыққан деп жорамалданып жүр. Мұның нақты жауабын осы журналдың редакторы, басқарушы, бастырушы, көрнекті көсем сөзші, ақын, зерттеуші жерлесіміз Мұхамеджан Сералин журналға Айқап деген есім берді. Бұл сөзге түсінген де болар, түсінбеген де табылар. Біздің қазақтың Айқап демейтұғын қай кісі бар? Қап дегізген қапияда өткен істеріміз көп болған соң журналымыз да өкінішімізге лайық Айқап болды деген сөздерінен табуға болады. Демек, Айқап 20 ғасыр басындағы қалың қазақтың талай нәрседен қабық алып, сан соғып, Айқап деп өкінген өмірі мен атымен бейнеленген тұңғыш журналы. Журналды шығару ісіне татар ұлтының зиялылары біршама қаржылай рухани көмек көрсеткен. Басылымның 88 саны жарық көрген. Журналда Байтұрсынұлы, Дулатұлы, Құдайбердіұлы, Торайғарұлы, Өтетілеұлы, Дөнентайұлы, Кемеңгерұлы, Ғалимұлы, тағы да басқа қалам қайраткерлерінің еңбектері жарияланған. Оқырман Айқапты қазақтың тұңғыш ұлы деп таныды.